Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бүгін мен Бико ТВ. Бүгін біздер Сегіз каналының ең үлкен стрелкасы, ең үлкен емес енді, ең популярный стрелкасы 90 адам стрелкаға жақсы жол жасайтын боламыз. Видеоны до конца көріңіздер. Сіздерге видеоның соңында бір күшті жаңалық айтатын боламын. Ал ендеше кеттік. Десең ойнайтын кеттік. Осы кезде Алок деген самурайға секіруді үйрет дейді. Самурай деген суға ішпен түсіп, Алоктар оған тартылдық біледі. Мамырақ жауын келді. Бір кезде жауынгер онда мен де секірем деп, болды секірмекші болады. Ол бәрінен керекші алғысы келіп, одан да үлкен ғимаратқа мініп, ғимарат емес енді. Нормал үлкен жерге, биік жерге мініп, сол жерден суға секірем дейді. Оған жігіттер қой, қума дейді. Бірақ жауынгер қоян мен секірем деп айтады. Кеттім онда, давайте. Хоппа! Ақырын байқа. Жаман қылады яғын, ішпен қылады ғой. Іші қызарып қылды. Кейін оларға Mortal Kombat сыныбы келеді. Стрелкаға бірге бармақшы болады. Бәрі сөйлесіп тұрады. Ол кезде жауынгер қоян Mortal Kombat сыныбын келгенін көріп жерге тарс етіпседі. Алок шошып кетіп жерге жүгіріп барады барынша. Сол кезде Алок деген жауынгер қоянның жағдайын қарап тұреді. Сол кезде Скайлер де жерге тарс етіпседі. Оңғасы? Скайлер? Саған не жоғы? Мыналарының не болды? Бағарлықтарын шет-шеттеріне құлабы қуасын ба? Жарыде мұнау әші бектен қылады. Мұнау жаман қылды жеттер не істейміз? Чөта мен не отыр? Алоктар енді стрелкаға адам жоқ. Енді қалай стрелкаға барамыз еткен кезде Камил атып шығады. Ассалаумағалейкум деп. Сол уақытта мына жақта супергеройлар стрелканың болатын вообще хабар жоқ. Просто өздері жүреді. Қыдырып дегенне қарашы. Өйді көрмекші адаммен деген бірінші байқан. Хоролар бізбен дос болғысы келмей жүрген сияқты деп ойлап қалады. Көрмекші адам кішкене ашуланып тұрады. Біздермен араласқысы келмей стрелкаға шақырмай жүр дейді. Негізі көрмекші адамның айтқанында орында сондай болып жүреді. Менің ойымша, бірақ мен ол уақытта көрген жоқпын. Бірақ солай болып жүрген сияқты. Өрмекші адам ішіндегі бәрін айтады. Хоролар бізбен араласқысы келмей жүрген сияқты. Ертең стрелкаға барсақ, біз лақтып кетпей ма дейді. Ал ертең істейміз ал, стрелка болып қалса дейді. Мүмкін қайдан білесіңдер? Ертең болып қалар дейді стрелка. Бүгін болатында хабар жоқ олардың. Мынаның атын ұмытып тұрмай әйтеуір. Көрмекші адам осыған хороларды шақырса сөйлесейік дейді. Ол хорор сыныбына жандайды. Ал мына жақта хорор сыныбы өздерімен қыдырып қуып жүр ғой короче. Олар аттракционда бала сияқты ойнап жүреді. Олардың вообще стрелка болатынын вообще білмейді олар. Бір уақытта көзіне лицаға жандайды. Оларды кездесуге шақырады супергеройлар. Олар кездесуге барады. Қайдағы прикол? Мен сен прикол болса шақырмаймын ғой. Чё там кожаное лицо не болды сендер хоррор сыныбы біртүрлі анда бөлектеніп, анда бізбен бір темаларға бармай жүрсіңдер ғой? Темаларға? Енді бір әсе болатса, бір проблема болатса, айтса енді барамыз ғой. Сен айтып жатқан жоқсыңдар ғой. Айтсаңдар барамыз, әңгіме жоқ. Олай өтірік істемей ақ қойыңдаршы, сен барлығын білесіңдер ғой жігіттер. Конкретно бүкіл ана Free Fire сыныбымен қырылысып жатқанымызды білесіңдер. Джокерді іздеп жүргенімізді білесіңдер. Олай өтірік. Тоқташы, сонда сендер не өзі басқа бір сыныппен достасып жүрсіңдер ме? Немене өзі? Дан өз жігіттер естіңдер ме? Өрмекші адам сөз сөйлеген кезде байқап сөйле. Сен сонда не? Бізде кидала деген кеп тұр ма не? Кожаное лицо, мен саған не кидала деп айттым ба не? Мен саған айттым қайда жүрсіңдер деп тұрмын. Сен жоқ болып кеттіңдер, конкретно темаларға бармайсыңдар. Қойыңдар, болды, қойыңдар, екеуін де қойыңдар жігіттер. Кожаное лицо осыған айтқан жоқ қой сен кидала деп. Бірақ өрмекші адам сен де артық кетпе енді мына жерде енді. Сен кішкене мән-жайдың барлығын былай біліп алса енді. Қайдағы мән-жай? Дұрыс қой өрмекші адам айтып тұрған жігіттер, өтірік па? Айтыңдаршы, қашан болдыңдар сендер последний раз бізбен бірге? Қашан болдыңдар? Сонда не біз өмір бақи сендермен бірге жүру керекпіз ба? Не біздің өзіміздің өміріміз жоқ па? Біз басқа сыныппыз атақты вообще. Ойбай, бөлініп қапты мынаны қара. Конкретно онда біз неге сендер үшін любой жерде сөйлеп жүрміз? Хоррор ішінде сөйлейміз ғой біз. Бейде братан, что-то мына жерде ұрыс жаман болып отыр ғой. Не істейміз? Өрмекші адам ондай әңгіме айтпай ақ қойшы, сендер үшін сөйледік, андай мындай деген ол артық кетпей ақ қойыңдар. Біз бар ғой, любой жерде өзіміз үшін өзіміз сөйлейміз.
темірхан сонда қалай сен маған жаңағы сөздерің бар ғой конкретно дұрыс емес мен айтсам мен базар жоқ бірақ сен айтқан кезде бар ғой ода ата Пеннивайз қой дегенде қою керек қой не түсінбейсіңдер ма айналайындар не болды ұрысып хоррор сыныбы мен супергерой сыныбы ұрысып жатыр десе оны біреу естісе ұят емес пе айналайындар естісе ести берсін бәрібір бірге жүргеніміз шамалы ғой шамалы дейді ғой онда вообще бүгіннен бастап бірге жүрмейміз мыналар не жүрмейміз десе не айтып кеттіңдер қыз бен жігітсіздер ме жүретін айналайындар сендер дос болу керексіңдер жан дос болу керексің татулық деген нәрсені білесіңдер ме сыйластық айналайын айтады ғой бірлік болсын әлемде тірлік болсын елінде дейді аман бол халқым ата не айтып кеттіңіз өле айтып кеттіңіз жігіттер негізі атаны айтып тұрған дұрыс бар ғой жігіттер болмайтын нәрсеге ұрыспаңдарсың тату татты бірге болып жүрін десей айналайын сөзіңді бөлмесейші айтып отырық қой оп оны айтып келатқан жеріне ұмытып қалдым сөзіңді бар шығар қарай ой ата все мен жоқ болып кетейін жарайды кешіріңдер ата базар жоқ сіздің жасыңызды сыйлаймын мен мына жерге келіп бізге көмектескіңіз келіп тұр ғой әңгіме жоқ бірақ ата кешіріңіз мен конкретно бұл жерде келіспеймін мен өз сөзімді айттым ба сол өз сөзімде тұрам болды жеке короче давайте өздерің біліңдер не істейсіңдер қайда барасыңдар мен шаруам жоқ давайте мен кеттім отырыңдар кеттік машина ал енді осылай хоррор сыныбы мен супергеройлар кішкене байланысып олар бүгін стрелка болатын вообще хабары жоқ байланысып сөзге келіп қалады сол уақытта Free Fire сыныбы өз машиналарымен келіп супергеройларға бір нәрсе айтқысы келіп қасына келіп тоқтайды давай онда стрелка бүгін стрелка ма жо бүгін уақыт жоқ бізде стрелкаға осылай Free Fire сыныбы супергеройларға визов тастап кетеді супергеройлар қайтасыңдар деп осындай супергеройлар мен сенгендерге визов тастаймын короче сарыға жалғастырайық сол кезде бәрінің көздері банка енді істейміз енді біз қасымызда хоррор сыныбы жоқ қой дейді көрмекші адам не сендер не хоррор сыныбысыз туыль салмайсыздар ма не бәріміз өзімізді мықтымыз өзіміз-ақ барамыз стрелкаға дейді ал мына жақта өзі супергеройларға визов тастағандар күтіп отырады ал мына жақта супергеройлар өз сөздерінде тұрып стрелкаға келеді олар бізден бірнеше қадам үлкен ғой көп қой дейді бізде енді хоррор сыныбы жоқ қой дейді қазір енді стрелканы жеңу қиын болады дейді хоррор сыныбы туралы айтады өрмекшіден жынданып олар туралы вообще айтпаңдар өзіміз-ақ жеңеміз стрелка деп жынданып айтады сол кезде өрмекшіден біз өзіміз сөзімізде тұрдық біз стрелкаға келдік дейді сол кезде тағы бірнеше супергеройлар келеді бірақ олардың талпасына жетпейді Mortal Kombat, Injustice, Free Fire'лар күліп тұрады сендердің талпаларың аз деп сол кезде Street Fighter сыныбы келеді сол кезде Широ Алоққа олардың талпалары что-то көбейіп отыр ғой деп еді сол кезде рейнджерлер сыныбы шығып кетіреді аяқтан сол кезде супергеройларға аяқтан амбалдар шығып кетіреді өрмекші адам қуанып кетеді бірақ оның қуанышы көпке созылмады өйткені ринолар келеді сол кезде көрмекші адам біздің бәрібір талпамыз аз деп отқан кезде хоррор сыныбы шығып кетіреді сол кезде Тор шок болып қалады мына жақта кім келді? Хоррор сыныбы сендер ме? Тоқтаңдаршы, өз көзіме өзім сенбей тұрып, сендер келдіңдер ме, не реально? Өрмекші адам, не болса ол болсын, бірақ сендерді стрелкада біз тастамаймыз ғой конкретно, сол үшін келдік. Кожаное лицо, әңгіме жоқ бар ғой. Не ғой, братан, если че, бағана кішкене артық кетіп қалсам, мені кешіресің ғой, ондай болып тұрады енді, атак братан, без обид. Өрмекші адам, сен де мені кешіре. Мен бүйтіп отырдым да бардым да ойландым. Қалай сонда, не біз супергеройларды стрелкада жалғыз қалдырамыз ба дедім да, жігіттер дедім, тұрыңдар дедім, кеттік, көмектесеміз отыр стрелка болып ан жаққа барайық деп. Билет, нош тұрса ше, сурет сатық қына жерде. Мән бермей қой, айта береді ғой, бала ғой. Гренпа ата, что-то мен түсінбедім, сіз бізді достастыруға келдіңіз бе? Онда неге Гренни апаның қолында оқтау, ал сіздің қолыңызда кастет, оның барлығы не үшін алып келдіңіздер? Айналайын шиыры балам-ау, өте орынды сұрақ қойдың, молодец. Енді ойлап тұрған шығарсың, сендерді достастырыватыр, татуластырыватыр деп. Бірақ сендерге бір нәрсе айтайын, бұл пранк, сындырыңдар Файл сыныбы бергендер, көрсетек сендерге біздің күшімізді давайте жеге сындырыңдар, аяманды почтан шығандырыңдар. Ау, келіңдер, сендер ме тормен төбелескілер келген, саған керек болсаң, қазір сендерге мен балған күшім көрсетейін.
болса, конысы, нәрсаған, давайте келдер, мен балғам түсіндірем ма? Кирпичиге ламайте мыналарды, мынау қаңқалы сүйектерін бытыштарын шығарыңдар, көрсетейік на сиреноголовыға Free Fire сыныбының түлікеріне, Сониге саған осы ма керек? Мұнымен ұстай, хопа, спать давай, ұйықтаңдар, хороший, бір-бірлеріне көмектесіп төбелесіңдер. Менің магиям, сен маған көмектесу керек. Қайда магия, не істеп отырсыңдар, тұр қайнеке, давай, не саған керек болса, не магия дейді ғой, көрсетейін саған магия, мен аяқтардың магиясында түсінді, не саған, не беттене, не шыра кел, көрсетейін саған көмектескен. Шыраға теспесе, мынау үйтек қойды, дағыну, шыраға құлат, тепкілен ана, аяма, саған бір тұр деп айтты ма, хорошан, самурайды дұрыстап ұрындар, не саған керек болса, мынау тұра берді ғой, мыналар, дағыну. Достар, қызықты стрелка болып жатыр да? Әлі қызық емес пе? Ана қарай береймді. Бір көзісін до конца төбелесіздер, наяқты инжастистің мен супергеройлар. Жасыл дейсің ғой. Мен өтпей алдым жеги. Давай. Онша төбелес қарай берейік. Достар, бағана сіздерге соңында біраз айтам дедім ғой. Ол менің сегізет каналына соңға сағам қазақша сұлуым сияқты. Бірақ эйттер жасап тұрам о. Просто қазақша сұлу нормальный просмотр ейтін етті. Мен үшін нормально ғой енді. 100-200 просмотрдан яқсы өтер. Бірақ эйттер жасап тұрдым о. Тиктокқа да нормальный просмотр жинаватыр. Десеңе ойын төме пранк қой. Енді не салам басқа енді эдит салам ғой енді. Эдит нормально ғой мен ертең ақша болса енді кайф от души болады. Что-то мен пранк өттім Главное істеге біткен жоқ қой. Мен видеоға просто қазақша болуым ғой. Әлі қайда 350 адам стрелка бар ғой. Главное істеге канал тоқтамаса болды. Ал давай алайын. Енді не деймін мен басқа. Ары қарай істеге тағы сөйлейік. Міне стрелка, міне нағыз төбелес. Осы стрелкаға 93 адам келді. Бұндай стрелка ешқашан болмаған. Және Sega KZ каналынан басқа ешқандай каналда болмайды достар. Әр сынып берілгісі келген жоқ. Әр сынып соңына дейін төбелесті. Сол үшін достар, барлығына бір шапалақ ұрып қойып, Sega KZ каналына тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіп, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал достар, келесі бөлімде кездескенше.